майдың организмге пайдасы туралы білесіз ба? Дүкенге кірсеңіз, қорапта әртүрлі майлар бар. Майды таңдағанда 72,5% немесе 82% май таңдау керек. Себебі мен сіздерге қазір майдың организмге екі пайдасы туралы айтамын. Екінші жыныстық даму кезеңдері ол қыз балаларда 10 жастан, ұл балаларда 11 жастан басталады. Бұл кезде жыныстық гормондар көп бөліне бастайды. Бұл кезде балаға міндетті түрде пайдалы майларды беру керек. Себебі жыныс гормондары ол холестериннен түседі, ал холестерин пайдалы майлардың құрамында болады. Егер сіз осындай кезде балаға углеводтар, фастфуд, чипсы, кирешки, пицца соларды көп беретін болсаңыз, балада керісінше артық салмақ, семіздік пайда болады. Ал семіздік баланың жыныстық дамуына, әсіресе ұл балаларда кері әсерін тигізеді. Екіншісі, өттің түзілуі үшін қажет. Өт ол холестериннен түседі. Холестерин пайдалы майлардың құрамында болады. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыз қолдың майы, гхи майы, іш майы сондай майларды қолданды. Оларда өтпен проблема қазіргідей проблема болмады. Ал қазір балада да, үлкенде де барлығында өтпен проблема бар. Сондықтан осы жағдайлардың алдын алу үшін міндетті түрде пайдалы майларды рационға қосыңыз.